Балалар, мен сендерге бүгін төлдер туралы ертегі айтып беремін. Бір жерге жиналған төлдер бота, қолыншақ, лақ, қозы, бұзау өз иелеріне қайсысының пайдасы көп екеніне таласып қалады. Мә деп лақ шығады да айтады: иеміз мені жақсы көреді, себебі біздің сүтімізді ішеді, түбітімізді пайдаланып киімге жаратады дейді. Бұдан кейін құлыншақ шығады да бір кісеніп алады. Мына құлыншақ шығады. Дейді да. Құлыншақ: я, сол, дұрыс айтасың. Лақ: сен орынсыз мақтана берме дейді. Я, дұрыс айтасың. Сол, я, дұрыс. Бізден қазы қарта, шұжық, қымыз алады. Қажет кезде көлік қып мінеді дейді. Де бұлай шетке шығып кетеді. Бір кезде бұзау шығады. Сендер босқа мақтанбаңдар. Адамға біздің пайдамыз өте көп. Бізден сүт, май, ірімшік алады. Сондықтан иеміз бізді жақсы көреді дейді. Артынан қозы шығады да адамдар киімді, киетін киімді, көрпешені, төсеніштерді біздің жүнімізден жасайды. Біздің пайдамыз өте көп, сондықтан адам бізді жақсы көреді дейді. Бір кезде томпиып, үндемей отырған бота шығады да айтады: жоқ, адамдарға, осы біздің пайдамыз өте көп, себебі біздің шұбатымыз адамдардың денсаулығына мол пайдасына келеді деп айтады. Сол кезде иесі шығып төлдерге: төлдер, сендер таласпаңдар, сендер әрқайсыңның өздерінің пайдаларың бар, сондықтан мен сендердің барлығыңды жақсы көремін деп айтады. Балалар, сендерге ертегі ұнады ма? Тамаша.